Жеке билікті қолға алсаңыз, жер байлығынан халыққа беріле ме? Абсолютті түрде беріледі. Себебі Қазақстанның жер асты, жер үсті байлығы қазақ халқының меншігі болады. Қазақ халқының меншігі болады. Біз мынау тирандардың, мемлекетті тонағандардың барлығының шетелдегі барлық мал мүлкін конфискелеп, елге қайтарып, өздерін жазалап, байлығын халыққа үлестіреміз. Ал қазақ халқы үйсіз, күйсіз қаңғып жүрген әр қазақ біз билікті қолға алған кезде 2 жылға қалмай барлығы баспаналы болады. 2 жылдың ішінде бүкіл мемлекетте жаңағы күрделі өзгерістер жасалады, бүкіл жол жасалады, бүкіл мектеп, докторхана, су жаңа салынады. Неге? Ол біздің қазақтың байлығы бүкіл жер шарына ықпал ететіндей байлық отыр. Бірақ соның барлығын шетелге тығып қойып ұстап отыр мына арамдар, мына залым қарақшылар. Ал ол байлық келетін кезде сенің әжетханаңды сүртуге жапон кезекте тұрады. Сенің лампочкаңды ауыстырып беруге неміс кезекте тұрады. Француз сені емдейінші докторханаңа, мен кәдімгі докторханаңда жер сүртейінші деп француздың ең мықты маманы босағаңда телміріп тұрады. Ол ақшаменен бүкіл жер шарының ең мықты маманын қазақтың жаңағы жұмысшысы қылып қоюға жетеді ол ақшаменен. Мәселе соның барлығы мына зұлымдар астына басып алып отыр. Ал егер біз билікті алатын болсақ, бүкіл Қазақстанда жағдай өзгереді. Біз билікті алатын болсақ, ол сөздің шыны қазақ халқы тарихта көрмеген еркіндікке, теңдікке кенеледі. Конституцияны мына Тақай сияқты кез келген есекбас қалаған уағында өзгертетіннің барлығына біз тоқтау саламыз. Бұл сөздің шыны. Еуропалық, америкалық заң жүйесін өзгертіп алып келеміз. Неге? Еуропа, Америкада заң тастай. Билік бір адамның қолынан бөлшектенген. Көрдіңіз ба? Билік бір адамның қолынан бөлшектенген. Америкадағы сотты Трамп қоя алмайды. Сот тек жасы толып пенсияға шыққанда не қайтыс болғанда сол соттың қызметінен кеткеніне тура келген президент тағайындайды, және ол мәңгі болады. Ал ол тағайындаған сот оны соттай алады. Неге? Ол сотты алып тастау құқы болмайды. Американың президенті сотты тағайындағанмен сотты ала алмайды. Қазақстандағы соттар президенттің бұйрығын тыңдайды, әкімнің бұйрығын тыңдайды. Сот тәуелсіз болады. Американың президентінің шығарған жарлығын федералдық сот, конституциялық сот терістей алады. Мен қайталап тұрып айтамын. Америка президентінің шығарған президенттік жарлығын конституцияға қайшы болса, конституциялық сот терістей алады. Жоғарғы сот терістей алады. Міне бұл Америка. Американың конгресінің төменгі палатасы, яғни хаус, біз айтқанда қауым палатасы бар. Қауым палатасы президентті тақтан жұлып ала алады. Импичмент жариялай алады. Көрдіңіз ба?